Жарық. Сиқырлы бұта. Ал тағы да жамбы тамшылары. Алақай. Ақырында барлық жақсы өнім алды. Дұрыс, олар үш мейірімді пері болды. Күн шуақ, табиғат, жаңбырлы. Олар осы сиқырлы елдегі адамдарға бірге көмектесуге әрқашан дайын. Рахмет, күн шуақ пері бізге үштікке жылы күн сәулесін жеткізуге көмектескеніңіз үшін. Ал табиғат пері әрқашан сиқырлы бұтаның көмегімен ағаштардың тез өсуіне көмектеседі. Әрине, мен және табиғат әрқашан барлығынан ең жақсысын көрсетеміз. Солай емес пе, табиғат? Бірақ екеуің жақсы екенсіңдер, неге жаңбырлы перімен жүресіңдер? Кейде бізге көп жаңбыр қажет болғанда, ол бірнеше кішкентай жаңбыр тамшыларын жасайды. Ал егін жинауға жақын болғанда, ол дауылды жаңбыр әкеледі. Менің қабілетім оларға да перілерге де пайдасыз ба? Бірақ әрине, күн мен табиғат бұлай сезінбейді. Солай ма? Менің ойымша, жаңбырлы пері екеуінің дос болғандықтан оны ұстайсыңдар, солай ма? Мен туралы не осылай ойлайды екен? Мен барлығына қолымнан келгенше көмектестім. Күн шуақ, табиғат, екеуің мені жақсы білесіңдер. Бірге не айттыңдар? Жарайды, егер екеуің мен туралы бірге ойласаңдар, онда мен кетемін. Жаңбырлы, болма. Оны құма, ол болмаса бізге әсер етпес едік. Бірақ Уайымдама, ол өзін-өзі күте алады. Ол біраз уақыт қайтатын шығар. Енді ертең жұмысты жалғастыру үшін демалу керек. Дегенмен күн шуақ пен табиғат жаңбырдың жоқтығы олардың келесі жұмыс күндерін соншалықты қиынға соқтыратынын күтпеген. Қазіргі уақытта перілерге не болды? Барлығының энергиясы соншалықты күшті және біркелкі. Сондықтан біздің егінді олар жинап жатыр. Дұрыс, сіз өз жұмысыңызды жақсы орындауға назар аударуыңыз керек. Неге солай? Біздің сиқырымыз әрқашан бәріне жақсы өнім беретіні анық. Себебі жаңбырлы бұл жерде жоқ. Әлі есіңізде ме? Сол күні жаңбырлы екеуміз барлық жерге жаңбыр мен сиқырлы бұталарды әкеліп, ағаштарды жақсы өсіп, тез өсуіне көмектестік. Я, жаңбырда күн энергиясын бақтағы ағаштарға таратып, өсімдіктер өсіп, қурап қалмасы үшін көмектесті. Жоқ. Біз жаңбырлының маңыздылығын жете бағаламадық. Я, енді оны қайтып табуымыз керек. Онда сығайық, оны тауып алайық. Ол қайда кетті? Осылай энергияны басқара алмай бірге жүре берсек, өсімдіктер жойылады. Күн мен табиғат мұнайып тұрғанда, табиғат кенеттен айналасындағы таныш жаңбырлының сиқырлы көпіршіктерін көрді. Жаңбырлының көпіршігі жаңбырлы сол жерде сияқты. Ой, дұрыс, асығайықшы. Бірақ оған не болды? Денесінде жарақат көп. Оның денесі неге бұлай жарақаттанған? Әлбетте біреу. Абайла! Жарайсың! Сен кімсің? Неге бізге шабуыл жасайсың? Жаңбырлыға зиян тигізген сен бе? Мен қара сиқыршы Мелисамын. Менің басты міндетім сен сияқты перілерден билікті алу. Бүгін мен сендердің үшеуіңді осында кездестіргеніме өте қуаныштымын. Енді мынаны қараңдар. Дегенмен жаңбырлыны қорғау үшін табиғат пен күн шуақ Мелисаға қарсы сиқырларын тез қолданды. Жақсы! Әрине мен. Алайда табиғат пен күн шуақ олардың артынан жасырылып келе жатқан адамның жаңбырлы екенін білмеді. Жаңбырлы, не істеп жатырсың? Біз сенің достарыңбыз, күн және табиғат. Біз дос емеспіз. Менің досым тек Мелиса. Дұрыс, жаңбырлы менің ең жақын досым, ал сен жаңбырлыны ренжіткен жалғыз жаусың. Жаңбырлыға не істедің?
Мен ештен істемедім. Тек сен келмес бұрын бейшара Жамбырлы мені тыңдап, менімен бірге ең мықты пераданымға келісті. Менің қара сиқырлы мен Жамбырлы енді менің тапсырысымды орындайды. Ал сендер оның шауларысыңдар. Жоқ, біз Жамбырлыны оны бақылаудан құтқаруымыз керек. Табиғат, маған қол ұшын берші. Олар екі перінің күшімен төбелесуге барынша тырысқанымен қосылсам мұншалықты мықты болады деп күтпеп едім. Осылай жалғаса берсе жеңіліп қаламын. Бір жолы бар. Бір жолы бар. Қара, бізде саған не бар? О жоқ, Жамбырлыға зиян тигізбей тұрып жоюымыз керек. Бақытымызға орай дер кезінде қолға түстік. Сен нені жоғалтып, және менің күшім Жамбырлыны неге тартып алмақшысың? Сен жоқтағың келетін тағы бір нәрсе бар ма? Жарайды, мен жай ғана айтқым келеді. Жамбыр, сені кемсіткенім үшін кешір, бірақ сен мен үшін де табиғат үшін де маңыздысың. Сенсіз мен де табиғат адамдарға егінді ұстауға көмектесе алмас едік. Жақсы, және бұрынғыдай бақытты болайық. Дұрыс, Жамбырлы. Біздің арамыздағы жанжалды тек сен шешесің. Бізге сен керексің. Демі достық қандай өкінішті. Өкінішке орай қазір Жамбырлыға не айтсам да пайдасыз өйткені ол. Күн шуақ, табиғат. Мен кешіремін. Екеуінді. Сен не істеп жатырсың? Мені тез босатып оларды қорқыту туралы бұйрығыма бағын. Бірақ олар достар. Дұрыс, олар менің ең жақын достарым. Жамбырлы, бұл есіңде болсын. Жоқ, олар емес, оларды жояйық. Жоқ, мен жоюым керек. Ол сенсің. Жоқ! Түсіндік, біз Мелисаны жеңдік. Оянуыма себепкер болған сөздеріңіздің де арқасы. Достарым, сендерге көп рахмет. Жамбырлы, сені ренжіткенім үшін кешір. Қазір біз әркімнің өз күш қуаты бар екенін және бірлігі ең күш екенін түсіндік. Ендеше мәңгі бірге болып бақытты өмір сүруге уәде берейік. Содан бері үш пеле тату тәтті өмір сүріп, халыққа мол өнім берді.